Саламатсыз. Менің сізге келген себебім, енді шын айту керек шығар, мен бір келеңсіз жағдай орын алды менің өмірімде. Мені алдап кетті. Финансовый пирамида дейді ғой, сондайға шақырды. Бардым енді, сендім. Керемет болады, бай боласың, қолы арыстан боласың деп айтты. Бірақ өкінішке орай қолданылған майлық болып қалдым. Иә, сіз эксперт шақыра аласыз, бәрін біледі, дұрыс. Бірақ мен шын мәнінде қаржы сұрағында сауатты болғым келеді. Бәрін білгім келеді. Сіз маған керексіз, а мен сізге керекпін. Ал енді дәл қазір маған бір тақырып берсеңіз, тексеру үшін, мен соны біліп көрейін. Менің атым Бекзат. Бұл бағдарлама менің қаржылық сауаттылықты үйренуім туралы. Мен көптеген жаңа білім алғым келеді, және менде бәрі ойдағыдай болатынына сенемін. Тұтынушылардың құқығын қорғау дегеніміз ол мемлекет пен қоғамдық бірлестіктердің тұтынушы мен кәсіпкерлік субъектілердің арасында болатын қарым-қатынасты реттеуге бағытталған кешендік іс-шара деп айтса да болады. Сонда мен мынадай келеңсіз жағдайға оқиғаға тап болсам, дүкенге барып, бір мерзімі өтіп кеткен тағамды сатып алсам, ол менің құқығым бұзылды деген сөз бе? Әрине, бұл жерде сіздің құқығыңызды бұзылды деп қарауға да болады. Яғни, егер сіз сақтандыруды сатып алған болсаңыз, несие алған болсаңыз, немесе бағалы қағаздарға ақша салсаңыз, онда сіз қаржылық қызметтердің тұтынушысы болып табыласыз. Қаржылық қызметтерде ақша құрал емес, объект болып табылады. Бірақ әлі де тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңға енгізуді қажет ететін бір қатар түзетулер бар. Бұл түзетулерді жеке мүдделі тараптар іздейді, ал жақын арада қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау жаңа деңгейге көтеріледі. Сондай-ақ тұрғындардың қаржылық қызметтерді тұтынушылардың ретінде өз құқықтарын қорғау үшін не істеліп жатқанын білу өте маңызды. Олардың құқығын кім қорғайды? Ол қалай көрсетіледі? Ал егер де мен мысалы бір қаржылай пирамида дейді ғой, қаржылай пирамида менің өз басынан өткен дүние мені алдап кетсе, бұл да менің құқығым бұзылған деп есептеле ме? Иә, бұл жерде сіздің құқығыңызды бұзды деп айтуға да болады. Бірақ қазірден бөліп алған дұрыс шығар. Қаржы қызметін тұтынушылардың құқығын қорғау, ол бөлек өкілетті органмен қарастырылады. Ол қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі қарастырып отырады. Ал алдыңғы жағдайларда қарайтын болсақ, олардың өздерінің уәкілетті органдары бар. Сол уәкілетті органдар оны қарастыруға құқылы. Бізде былай да айтатын болса болады, егер қаржы қызметін не жататын қандай ұйымдар деп айтатын болсаңыз, ол банк болуы мүмкін, сақтандыру және қайта сақтандыру ұйымдары, коллекторлы агенттіктер, микроқаржы ұйымдары, тағы да басқа ұйымдарды жатқызуға болады. Ол қаржы ұйымдары бойынша тізілім біздің агенттіктің сайтында көрсетілген. Сол егер тізімнің ішінде бар болатын болса, онда олар қаржы ұйымдарына жатады. Сіз дүкеннен мерзімі өтіп кеткен өнімді сатып алдыңыз деп елестетіп көріңіз. Сіздің тәбетіңіз бен көңіл күйіңіз нашарлайды. Содан кейін сіз бұл қолайсыз жағдайда әділ шешкенді қалайсыз. Ал дүкен сізбен келісімге келуден бас тартады. Бұл жағдайда сіз тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетіне жүгінесіз. Несие бойынша төлем уәде етілгеннен жоғары болып шықты. Сақтандыру төленбейді. Сіз ол құқығыңызды қорғау үшін барлық мәселелер бойынша агенттікке хабарласа аласыз. Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі қаржылық тұтынушылардың қызметтерінің мүдделерін қорғаудың тиісті деңгейін қамтамасыз етуге міндетті. Және олар бір қатар мәселелерді шешумен айналысады. Сонымен, қаржы нарығын дамыту және реттеу агенттігі қандай міндеттерді шешеді? Келесі сұрақ, менің қаржы құқығымды қалай бұзды, оны мен қалай түсіне аламын бұзғанын? Олар қалай бұза алады менің қаржы құқығымды? Мысалы, маған келісімшартты береді. Ол келісімшартқа мен өз қолымды қойсам, олар менің құқығымды қалай бұзады? Оны қалай түсінуге болады? Сіздің сұрағыңыз орынды деп ойлаймын. Өйткені компанияларда өздерінің құқықтары мен міндеттемелерін олар жақсы біледі. Өйткені ол штаттарында мысалы арнайы қызметкерлер болады, заңгерлер болуы мүмкін, олар оның бәрін мұқият біледі. Бірақ өкінішке орай
тұтынушылар ол өзінің құқығын біле бермейді. Сол үшін мүмкін олар жаңағыдай асығыстықпен, салғырттықпен қандай да бір келісім шарттар қол қойса да, кейіннен ол бойынша күмәні болатын болса, олар бізге жүгінуге құқықтары бар. Біз маман ретінде білеміз, егер келісім шартта қандай мазмұнда болу керек, қандай ақпараттар толық болу керек екен, біз ол қаржы ұйымынан құжаттарды сұрастырамыз да, сараптама жүргізіп, талдап жүргізіп, қандай заң талаптары бұзылғаны туралы кейін түсініктеме бере аламыз. Негізгі міндеттері келесідей. Біріншісі, қаржылық қызметтерді тұтынушылар мен микроқаржы ұйымдары қызметтерін тұтынушылардың құқықтары мен заңды мүдделерін тиісті қорғаныс деңгейімен қамтамасыз ету. Сонымен қатар, бұл тұтынушылардың құқықтарын қорғау және жүйесін дамыту, қаржылық сауаттылықты арттыру және қаржылық өнімдерді бақылау. Мен несие алғым келді мысалы банктен. Маған мысалы пайыздарымды дұрыс жазып бермеді және басқа пайыздар менен сұрап отыр. Бізде заң бар ма пайыздарды қадағалайтын? Немесе ондай заң қарастырылмаған ба? Қандай да бір басқа да бір төлемдер алатын болса банк, соның бәрі қоса есептелген жылдық сыйақы мөлшерлемесі көрсетілген. Сол бойынша бізде талаптар бар, бекітілген шектеулер бар. Сол талаптан мысалы асып кетпеу керек. Ол егер классикалық несие болатын болса, онда бізде 56% дейді. Ал микро қаржы ұйымдарына байланысты ол кішкене басқа талаптар бар. Бірақ негізі егер сол жылдық сыйақы мөлшерлемесі дұрыс көрсетілмесе, немесе шарттарда көрсетпесе, немесе бекітілген талаптардан асып кететін болса, онда біз шаралар қабылдай аламыз. Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі қаржылық ұйымдар тарапынан қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтары мен заңды мүдделерінің бұзылуын бақылайды және талдайды. Айыппұлдар мен әкімшілік жазаларды қолданады. Сондай-ақ тұрғындардың қаржылық қызметтерді тұтынушылардың ретінде өз құқықтарын қорғау үшін не істеліп жатқанын білу өте маңызды. Олардың құқығын кім қорғайды? Ол қалай көрсетіледі? Менің қаржылай құқығымды бұзса, сонда мен қайда барам, кімге шағымданам, кімге қоңырау шаламын? Біз әр кезде кеңес беретініміз, егер сізде қандай да бір проблемалық сұрақтар болатын болса, міндетті түрде бірінші сол қаржы ұйымына барып жүгінгеніңіз дұрыс болады. Өзіңіздің қандай қиын сұрақтарыңыз бар сізде, мысалы несие алсаңыз, несиеңіз бойынша қандай қиындықтар туындап жатқаны бойынша, сол қаржы ұйымына жазбаша түрде өтінішіңізді қалдырсаңыз болады, қажетті құжаттарды тіркеп. Әрине, сол қаржы ұйымы сізге жауап береді. Егер қаржы ұйымының сіз жауабына қанағаттанбасаңыз, немесе сізде қандай да бір қосымша мәліметтер болатын болса, онда сіз біздің агенттікке келіп хабарласуыңызға болады. Сіздің өтінішіңізді біз міндетті түрде қараймыз, әрине оған жауап та беріледі. Егер шынында да сіздің құқықтарыңызды бұзылғаны анықталатын болса, онда біз сол қаржы ұйымына шаралар қабылдаймыз. Қаржы қызметтерін тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті үлкен жұмыс атқарды. Ол туралы толығырақ қайдан оқуға болады? Сіз қаржылық сауаттылық туралы көптеген пайдалы және қызықты ақпаратты fingramento.kz сайтынан таба аласыз. Бұл жоба Қазақстан Республикасы қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің 2020-2024 жылдарғы халықтың қаржылық сауаттылығын арттыруға бағытталған концепция шеңберінде іске асырылуда. Интернет-ресурстың жаңа нұсқасының артықшылығы жарқын, заманауи дизайн және ыңғайлы навигация болып табылады. Сондай-ақ сайт нашар көретін адамдарға арналған нұсқаумен толықтырылды. Ол дауыстық көмекшімен сүйемелденеді. Бұл сайтқа неліктен кіру керек? Біріншіден, негізгі қаржылық түсініктері мен принциптерін түсіну үшін және қаржылық сауаттылық мінез-құлықты қалыптастыру үшін. Қазақстанда бір қаржы құралдары мен өнімдері мен қызметтерімен танысасыз. Ыңғайлы болу үшін сайт 8 тақырыптық бөлімге бөлінеді. Бюджетті жоспарлаймыз, депозиттер, кредиттер, төлемдер мен аударымдар, сақтандыру, бағалы қағаздар нарығы, кредиттік тарихты дауласу, абайлаңыз алаяқтар. Екіншіден, барлық материалдар қарапайым және түсінікті тілмен жазылған. fingramento.kz сізге қолыңызда бар ақшаны жинап, көбейтіп,
дұрыс басқаруды, қаржылық қызметтерді тұтынушылардың өз құқықтарын қалай қорғау керектігін, қаржылық алаяқтардың және қаржылық пирамидалардан сақтану амалдарын, электронды ақша әлемін меңгеруді, сіздің қаржылық мақсаттарыңыз бен қаржылық басымдықтарыңызды дұрыс таңдауға үйретеді. Үшіншіден, сайттағы ақпарат ересектерге ғана емес, кішкентай оқырмандарға да қызықты болады. Қаржылық сауаттылықты бала кезінен арттыру қажет. Көптеген жылдар бойы Fingramota.kz мектеп оқушыларына балаларға арналған танымал журналда жарқын және түрлі түсті арнайы жолақтарды шығарды. Күрделі туралы қарапайым принципі бойынша балаларға маңызды қаржылық тақырыптарға материалдар құрастырылды. Арнайы жолақтың әр бөлімі балаларға арналған қосымша бөлімінде шығады. Fingramota.kz сонымен қатар қаржылық сауаттылық пен халықты қаржылық алаяқтардан және қаржылық пирамидалардың қорғау бойынша ағартушылық бейнероликтер жасайды. Олар мультимедиа бөлімінде орналастырылған. Интернет ресурсты пайдаланушыларға арналған жаңалықтар бөлімінде қаржылық реттеушінің қызметі, қаржы нарығындағы ахуал, заңнамалық бастамалар мен Қазақстанның қаржылық заңнамасындағы өзгерістер туралы жедел ақпарат әрқашан қолжетімді. Fingramota.kz танымал әлеуметтік желілерде де ұсынылған. Қаржылық сауаттылық бойынша көптеген іс-шаралар, соның ішінде түрлі конкурстар, вебинарлар, қаржы нарығы мамандарымен тікелей трансляциялар, Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники және YouTube әлеуметтік желілерінде өткізіледі. Сізге кеңес қажет пе, немесе қаржылық реттеушіге сұрақ қойғыңыз келе ме? Fingramota онлайн мобильді қосымшасын пайдаланыңыз. Fingramota онлайнда 14 тақырыптық бөлім бар. Осында пайдаланушылар тәулік бойы қаржылық қызметтерді тұтынушылар ретінде олардың құқықтарын бұзылуына, қаржылық өнімдерді пайдалану шарттарына, сондай-ақ қаржы институттарымен өзара әрекеттесуге байланысты сұрақтар қоя алады. Қаржылық алаяқтық пен қаржылық пирамидаларға тап болдыңыз ба? Бұл туралы осы мобильді қосымша арқылы қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігіне хабарлаңыз. Реттеушіге тағы бір байланыс арнасы арқылы хабарласа аласыз. 2021 жылдың 24 мамырынан бастап агенттікте халықпен жедел қарым-қатынас жасау үшін құрылған колл-орталық жұмыс істейді. Колл-орталық арқылы азаматтар қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтары мен мүдделерін қорғау, банк сақтандыру, зейнетақы салаларындағы бағалы қағаздар нарығы, қолданыстағы заңнаманың нормаларын түсіндіру мәселелері бойынша және микроқаржы ұйымдар мен коллекторлық агенттіктердің қызметіне қатысты кеңестер ала алады. Байланыс орталығының телефон номері 7-727 237 1000. Жұмыс уақыты жұмыс күндері 10:00-ден 17:00-ге дейін. Түскі үзіліс 13:00-ден 14:30-ға дейін. Қоңырау шалыңыз, сұрақтар қойыңыз. Сізге міндетті түрде кеңес беріліп, қаржылық сауаттылықты арттыру мәселелер бойынша нақты түсініктемелер беріледі. Fingramota.kz көмегімен қаржылық сауаттылығыңызды арттырыңыз. Осының бәрін білгенім жақсы болды. Экспертке көп рахмет. Қаншама сайт, материал, ақпарат бар екен айтып берді. Осы бір ақпараттардың бар екенін осыдан бұрын білсем, бірақ қазірден бастап солардың бәрін оқып, зерттеп, қаржылай сауатты боламын. Бүгін мен әрине үлкен жұмыс жасадым. Өте қатты шаршап қалдым. Бірақ мен жай адам емеспін, тез беріле қоймаймын. Қазір құқығым бұзылса, қайда бару керек екенін, қандай ақпаратты және қайдан алу керек екенін білемін. Бүгінгі кездесуіміз өте пайдалы болды. Алдымызда қызықты тақырыптар өте көп. Келесі кездескенше. Көшеде кетіп баратсам, жүрген жерімде несиенің жарнамасын көремін. Мүмкін маған алу керек шығар сол несиені. Жалпы несие дегеніміз енді термин сөзбен алғанда кредит дейміз. Қазақша несие дейміз, бірақ енді банк саласында кредит деп ала береміз. Барлығымыз кредиттің неше түрлісі бар. Несие шартында айыппұл қалай белгіленеді? Оның қанша түрі болады? Қандай жағдайда айыппұл жазылады? Сол тауарларға естіп жатамыз, несие де бар, бірақ кейбір тауарларға тура сол тауарға бөліп төлеу де бар. Онда егер де адам енді кішкене ойлану білетін болса, онда неге ол кейбірлер несиені алады, кейбірлер бөліп төлеуді алады? Одан қалай аулақ болуға болады? Ал бөліп төлеуден оның қандай табысы бар? Жалпы пайыздық мөлшерлеме жалпы екіге бөлінеді. Бірінші номиналдық пайыздық мөлшерлеме, екінші тиімді пайыздық мөлшерлеме.